Тас құдықтың басына тағдыр шығар қондырған. Астана, Қазақпарат, Германияда тұратын, көптен сағынып жүрген сүйікті інісінен хат келіпті. Ондағы жұрттың аман саулығын жеткізген. Мұндағы елдің, туған жердің амандығын білмек болған бір жапырақ қағаз. Тас құдықтың суына-ай деп басталыпты сарытап сағынышқа тұнып тұрған жаңағы хат. Шөлімді қандырып, бір ішем арманым болар меді. Сағынышты сәлемін жолдаған, қазір Берлин қаласында әкесімен бірге тұратын інісі Владимир. Бүгін Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген Көкшетау қаласының тұрғыны Лидия Гензе жайлы жазылған бір үзік сыр осылай басталады. Кіндік қаны тамған жер облыс орталығынан онша қашық емес. Бұрынғы Қызылсая кеңшарына қарасты Қызылағаш ауылы ара-гідік орайы келгенде бұл да туған жерге соғып, қолдың саласындай үйір-үйір ақ қайыңдар көмкерген, жайқалған жасыл шалғыны белуардан келетін, мөлдір сулы томарлармен үйіса біткен талшілігі қаулаған, тоғайлардың нақ ортасындағы алқаптың кең қолтығында қоныстанған Қызылағаш ауылына жиі соғып тұрады. Шіркін-ай, Владимир жазса жазғандай, сағынса сағынғандай өлке ғой бұл. Әне бір ағаштың бауыры шілде айының ортасы ауа бере, бармақтай жидекке, әне бір шоқтың арғы беті сыңсыған шиеге тұнып тұратын. Ертеректе Қызылағаштың қариялары салт атпен мал қарай шыққанда, аттың тұяғын ыстықтан еріген жидек қып-қызыл қылып бояп тастайды екен. Міне, мына тұста сонау Германияның Берлин қаласында жүрген Владимир сағынатын тас құдық. Кәдімгі әлденеше құлаш, іші жалпақ тастармен шегенделген, аузына жуан бөренеден бұралатын тартпа істелген, тартпаға жуан-жуан шынжырлар байланған тас құдық. Қызылағаштың адамдарын ғана емес, малын да қаншама жылдан бері тұп-тұнық суға қарық қылып келе жатқан тас құдықтың 40 күн шілдеде мұздай суық болып жататын мөп-мөлдір суы бір лайланып, бір тайызданып көрмепті. Бүрін суын ішіп көрмеген кейбіреулер сәл кермек дәмі бар дейтін көрінеді. Ал Лидия үшін дүние жүзінде мұндай тәтті су жоқ. Көптен бері көкірегін кернеген сағыныш шегенін бұзып жіберді жаңағы хат. Сонан соң қолына домбырасын алған. Әлде көп ұстағандықтан, әлде көп тартқандықтан шанағы айғыздалып, әжім қаптаған көне домбыра, көнеде болса күмбірлеп шешен сөйлейді. Оңаша үйдің ішінде сұлу ән төгіліп жүре берді. Қамысы әупілдектің мүше-мүше сарғайдым, осынау көлдің суын ішеп иті. Қос қанат құсқа біткен маған бітсе бармас пем, қалқатайға әлденеше әпиті. Қос қанат құсқа біткен маған бітсе. Әннің осы бір жолы Лидияға ерекше ұнайды. Мынау жарық дүниеде жан тәнімен аңсаған арманына қолын жеткізген кім бар екен шіркін? Сырттай жап-жасыл әлем мөлдір шуаққа малынып, таңың арайла батып, күнің алаулап батып, мамыражай тіршілік кешкеніңмен, шын мәнінде тұяғы бүтін тұлпар, қанаты бүтін сұңқар табылған ба? Өзі жанындай жақсы көретін жан бауыры Владимир әкесіне ілесіп, тарихи отаны Германияға қоныс аударған. Еңбек сүйгіш, тазалық қанына біткен, ұқыптыл ілкіден дарыған қасиет болғанымен, сол ит басына іркіт төгілген елде жүріп, қол басындай бөтелкеге құйылған минералды суға мейір қандыра алмай, қияндағы қолмен тартылатын, суын ешбір зертхана тексеріп көрмеген тас құдықтың суын сағынады. Бәлкім, ол да құсқа біткен қос қанат бітсе, үдере көшкен қазбауыр бұлтқа ілесіп, туған жердің төсіне келіп, шөліркеген, аңсаған, кенезесін кептірген сағыныштың оттай ыстық лебін тас құдықтың тастай суық суымен басар ме еді?
кім білсін. 1956 жылы Қызылағашта дүниеге келген Лидия Самойловна 4 сыныпты туған ауылында бітірді. Одан әрі Қызылсая орта мектебі. Орта мектептен соң Көкшетау қаласындағы Комсомолдың 40 жылдығы атындағы тігін фабрикасында тігінші. Арада бірер жыл өткен соң Жеңіс Кәркенов есімді азаматпен тағдыр қосып, отау құрды. Ес білгенде Қызылағашта 5-6 неміс отбасы тұратын. Бірақ ауыл адамдарының бір-бірін ұлтқа бөлгендігі есінде қалмапты. Ол кезде ондай ұғым болмаушы еді ғой, дейді Лидия. Кішкентай кезімнен ән жырға құмар болып өстім. Жасыратыны жоқ, біз ол кезде үй ішінде неміс тілінде сөйлесетінбіз. Әрине қазақшасын араластырып. Орта мектепті таза қазақ тілінде бітірдім. Орыс тілін білмегендіктен көп қиындық көрдік, мехнат шектік. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, жоғарғы оқу орнында оқу үшін орыс тілін білу міндет еді ғой. Бірді айтып бірге кетемін. Ән жырға құмар болдым дедім ғой. Алдымен немісше әрине. Әлде қазақша ма? Білмедім, есімде жоқ. Ауылдың шетінде тұратын, Көкше өңірінде аты жайылған, дәулескер домбырашы, айтулы әнші, Дүйсенбай Айтқожин атамыздың алдында отырып, ән үйрендік. Домбыраның қағысын, құдіретін ұғындық. Ең алғашқы ән әліппесін түсіндірген сол кісі болатын. Көкірегі толы шежіре, көне аңыздарды, халық әндерін керемет көп білетін ғажап адам. Жай ғана ән салып қоймай, әннің тарихын, оның мазмұнын, әр жолының астындағы тұңғиық астарды толайым тоғытып қотаратын. Ән шіркін, сонда ғана әншінің бойына сіңеді. Сонда ғана тыңдаған жұрттың мерін қандыра аласың. Әйтпесе, дігідік құрғақ дыбыс, құнарсыз әуен кісінің бойын билей ала ма? Өз репертуарымда халық әндері, Ақанның, Біржанның әндері бар. Санап көрмеппін. Бәлкім 100, мүмкін одан да көп. Біз жасымызда ауыл ақсақалдарынан ән естіп өстік. Қызылағаш негізгі өнер қонған, қасиет дарыған ауыл. Бір әттеген айы, мұнда бір себептермен Ақан серінің әні сирек айтылатын. Өз басым Ақанның Балқадиша әнін сүйеп орындаймын. Әннің төресі ғой, шіркін. Айтыңызшы, дедім мен, неміс қызының Ақан атамның әнін айтқанын қызық көріп. Дегенде Балқадиша, Балқадиша, бұралған белің нәзік, ахахай талқадиша. Сұлу ән сызылып жүре берді. Ашық, бояу қалың, биігін, мақпал дауыс ән төресі Балқадишаны кәдімгі үлкен сахналардағы аты шулы әншілерден сынық сүйем, кемдігі жоқ шеберлікпен орындауда. Ішкі ерім, кең жазылған жайма шуақ кеңдік, сұлу әннің сызылған ізеті, ақ ұрған өкініш, жеткізбей кеткен жүйрік арман көкіректен жалын болып шарпып шығатындай. Германияда Лидияның ағалары, сіңілілері Эмма мен Вилма, інілері Александр мен Владимир тұрады. 2001 жылы барып қайтқан. Қан бір болғанымен қасиет басқа екен. Ұлт біреу болғанымен үрдіс өзгеше. Жалпы жақсы қарсы алды. Бірақ түпкі жұртпен түгел араласуда қиындық бар. Бұлар өздерінің кейбір ағайын арасындағы құпия сырын ана тілдерінде айтып жеткізетін. Ана тілі дегенде жөргегінен дарыған, көзін ашқалып көрген қазақ тілінде. Арғы ағайынды ренжітпес үшін. Сіз Германияға барғыңыз келмей ме? Деймін. Ондағы өмір жұмақ дейді ғой. Құстың сүтінен басқаның бәрі бар. Көмегі толайым, жәрдемақысы шаш етектен. Жүрмейсіз бе қалған ғұмырыңызда дүниенің бал рахатын кешіп?
Қойшы тәйірі, мына іргедегі кеңөткелге келін болып түстім. Келін болғанда да бәзі біреулер сияқты кемді көрген жоқпын. Мен үй шаруашылығына дайын едім. Салт дәстүрді бір қазақтай білемін. Ас суға майлы қасықтай. Бұрын дәкем Қызылағашта тұрғанда жыл сайын соғым соятынбыз. Ел жұртты, ағайын туысты омыртқаға шақыратынбыз. Қазақ дәстүрінде сырға тағып, беташарын айтып, жар-жарын шырқап келін түсірдік. Үкі тағып қыз ұзаттық. Енді Германияда нем бар? Туған жерім, өскен, өнген, қанат жайған ортам осы. Үй орманымда ұл қыздарымды, құда-құдағиымды тастап көшкенде не нәпақа табармын? Рас, тарихи отанымыз, бірақ біз көрмеген, дәмін татпаған өлке. Адам бірден бауыр басып кетсе, туған жерін ұмыта алса, менің Владимирінім тас құдықтың тастай суын сағынарым еді. Тілді қалай дамытамыз, апай? Деп сұрадым мен. Әлгі ақсап тұрған ба? Деп күлді апай. Оның емі біреу ақ. Қазақ-қазақпен қазақша сөйлесу керек. Шөбересімен шүлдірлескен әжені, баласымен тілі келмесе де былдырласқан атаны көргенде, кешіріңіз, жыным келеді. Өзім ұл қыздарымды қазақша тәрбиеледім. Салт дәстүрін бойына сіңірдім. Әдет ғұрпын үйреттім. Содан кем болып қалған жоқ қой. Бәрі жақсау. Жыл өткен сайын туған жердің гүлі гүл тікенінде сағынады екенсің. Бауырларым сағынған тас құдық түнде түсіме кіріп жүр.